Еркекті қуатты күшейтетін 9 ем. Белсіздікке бей-жай қарамаңыз. Одан айығу үшін қарапайым ғана қалғы еміне жүгініңіз. Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода еркекті қуаттың әлсіреуіне не себеп болатынына тоқталатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Көпшілігіміз белсіздік егде жастағы кісілерде кездеседі деп қателесеміз. Бүгінде жас жігіттерде жасарып бара жатқан белсіздік ауруына шалдығуда. Еркекті қуаттың әлсіреуіне көп жағдайда күйзеліске түсу, стресс алу, шамадан тыс алкогольдік ішімдік ішу, жамбасқа ота жасау, қан қысымының жоғарылауы, диабетке шалдығу, темекі шегу және дәріні көп қабылдау себеп болады. Белсіздікке бей-жай қарамаңыз. Одан айығу үшін қарапайым ғана қалғы еміне жүгініңіз. Бірінші, жалбыз, шайқорай, беде және қалақай шөптерінің әрқайсысынан 2 ас қасықтан алып термосқа салыңыз. Үстіне 1 литр қайнаған су құйып тұндырып қойыңыз. Шамамен 30-40 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып 1 стақаннан ішіңіз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Екінші, кинза, аскөк, ақжелкен сынды көктерде еркекті қуатты нығайтып, белсіздіктен арылтады. Ол үшін күнделікті жейтін тамағыңызға осы көктерді қосыңыз, немесе тамақтанудан жарты сағат бұрын жарты стақан көктердің қайнатпасын ішіңіз. Оны дайындау үшін 1 ас қасық ұнтақталған көктерді 1 стақан қайнаған суға араластырып дайындайсыз. Үшінші, жарты стақан бал мен ұнтақталған грек жаңғағын араластырып 1 ас қасықтан жейсіз. Артынан 1 стақан жылы сүт ішіңіз. Емді тамақтанғаннан соң қабылдайсыз. Емді күніне 3 рет жүйелі түрде жүргізіңіз. 2 аптадан соң нәтижеге қол жеткізесіз. Төртінші, 10 грамм бал шатырды 1 стақан қайнаған суға араластырып, күніне 3 рет 2 ас қасықтан қабылдайсыз. Бесінші, 2 ас қасық ұнтақталған итмұрын шөбін термосқа салыңыз. Үстіне 1 стақан қайнаған су құйып тұндырып қойыңыз. Шамамен 4 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, жарты стақаннан тамақтан соң ішіңіз. Алтыншы, 50 грамм ұнтақталған андыз тамырды 1 стақан араққа араластырасыз. 1 тәулікке жылы жерге қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жарты шай қасықтан қабылдайсыз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. 2 ас қасық кептірілген шайқорайды жарты литр қайнаған суға салып тұндырыңыз. Бөлме температурасында салқындаған кезде тұнбаны сүзіп алып, күніне 3 рет жарты стақанын қабылдайсыз. Жетінші, белсіздікпен шұрт ұйқымен монша жақсы күреседі. Жаз мезгілінде күнге күйеудің өзі ем болмақ. Түскі асқа қызылша, шалғам, сәбіз, ақжелкен, кинза және балдыркөк қосылған салат жеуді әдетке айналдырыңыз. Сегізінші, түнде ұйқыға жатар алдында тұз қосылған ванна қабылдауда жақсы нәтиже береді. Тұзды ванна қуатты қалпына келтіріп, бойыңыздағы суықты шығарады. Тоғызыншы, қарама-қарсы ваннада белсіздіктен арылтады. Ол үшін 2 бірдей ыдысқа бірдей көлемде біреуіне ыстық, екіншісіне салқын су құясыз. Екеуіне кезек-кезек 1,5 минуттан отыру керек. Осылайша 10 рет 5 күн қайталаңыз. Ауруыңыздан айығатыныңызға сеніңіз. Ескерту: қалғы емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігердің кеңесін алыңыз. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша жаңның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.